Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін өте оңай дымляманың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы қарапайым. Видеоның соңына дейін көріп, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бізге осындай кез келген ет қажет болады. Мен бұл жерде сиырдың етін пайдаландым. Жақсылап жуып, бөліп, майда бөліктерге бөліп алдым. Картошканы осылай үлкен болса, 2-3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Егер майда болса, бөлудің қажеті жоқ. Помидор, пияз, тәтті бұрыштарымыз, чеснок, сәбізді қосатын боламыз. Қыздар, бұл жерде осыншалықты мөлшерде деп айта алмаймын, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша аз, көп қылып пайдалансаңыздар болады. Енді қызып тұрған майымызға етті салып, 1-2 минутта жақсылап қуырып аламыз. Пиязымызды, сәбізімізді салып, үстіне қалауыңыз бойынша бұрыш, дәміне қарай тұзды, өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерді пайдалансаңыздар болады. Бұл жерде реттілігі жоқ, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен тәтті бұрышты, сосын картошканы, оның үстіне сәбіз, пиязымызды салып, қайтадан тұздап, қара бұрышымызды сеуіп, оның ең үстіне помидорларды қосып, ең соңында капустамен бетін жауып шықтым. Жақсылап жауып, қақпағын жауып, газдың астын ең төменгі отта жай қойып, 2-2,5 сағатта жақсылап пісіріп алатын боласыздар. Ең бірінші табағымызға капусталарды қойып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген зелендарды пайдалансаңыздар да болады. Мен тек бұл жерде укропты пайдаландым. Осылай капустаны алып алғаннан кейін жақсылап бір араластырып жіберіңіздер. Одан кейін барып тарелкамызға әсемдеп салатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін картошкаларымызды жан-жағына әдемілеп қойып шығып, сосын ортасына етті салып, барлығын әдемілеп, әсемдеп қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған мөлдір ас болсын.